Нұрлан мырза, шақыртуыңызды қабыл алғаныңызға рахмет. Сіздің фильм отандық кинопрокатта алғашқы миллиард жинаған қазақ туындысы болды, иә? Қандай сезімдесіз? Алғаш өткен аптада шықты осы жаңалық. Енді тарих бойынша осы миллиардтан асқан алғашқы кино деп есептеледі. Енді түсініксіз, ондай әлі бірінші рет осы миллиард тауып жатырмыз деген. Иркуш, ты остаешься здесь. Почему? Айслу в клинике пластической хирургии. Макпал в клинике пластической хирургии. Жалпы кино заңдылығы бойынша көбісі біледі. Жалпы әлем бойынша ол миллиардтың 50%-ын кинотеатрлар алады заң бойынша. Сосын 7%-ын тағы да дистрибьюторлар бар. Сосын 20%-ын налог төлейсіз, сосын демеушілерге ақшасын қайтарып бересің деген сияқты. Бір қатты байып кеттім деп ондай айта алмаймын енді. Ондай сезімде емеспін. Енді алғашқы миллиард, рекордсмен деген әрине ол сөздер бар ғой. рекорд ретінде әрине ол өте күшті сөз. Және де жалпы Голливудты кинолардың бізде осы 25-30 жылда бірінші орында ғой Голливудтың кинолары Қазақстанда. Соларды бір тоқтататын кез жақындағаны сезіліп тұр. Мен ойымша осы келесі жылдарда басқа да кинолар Қазақстанда көп кино түсіріп жатыр ғой. Басқа киноларда қазір жақсы кассалар жинап жатыр. Мен ойымша осы биылдан бастап Голливуд киноларының бір несі тоқтайтын шығар. Дәуірі ма? Дәуірі. Өйткені олар шынымен де 25-30 жыл тек қана Голливуд миллиардтан көп ақша тауып, және де ол ақшаның бәрі сол жаққа кетеді ғой бірден. Алғашқы үлкен осы касса елде қалатын кинолардың бірі болып жатырмыз. Ал Голливудтың фильмдерінің үстемдігін тоқтататын кез болды демекші, көрші елдерге, сол Корея болсын, басқа елдерге шығу ойыңызда бар ма, жоспарыңызда бар ма? Әрине ойымызда бар. Мен енді барлық сұхбаттарда айтамын. Бұл енді жеке компаниялардың киносы жалпы. Бұл жерде енді ешқандай үкіметтің қаражаты бюджетсіз түсіріп жатқан, демеушілердің арқасында түсіріп жатқан кино. Сондықтан да біз бұл жерде көп ақша жаратып жатқан жоқпыз. Біз өзіміз сол 300-400 мың доллар жаратамыз. Өйткені одан көп жаратсақ, ол өзін ақтамай қалады деген сияқты. Қолымыздан келгенше қанша ақша жинаймыз, сөйтіп кино түсіріп жүрміз. Қолдан келгенше. Мысалға, енді мен өзім кейде ойланамын, мысалға осы сұрақты бізге көп қояды, неге осы Қазақстанда ғана көрсете бересіз, шетелге шығармайсыңдар деп. Жалпы бюджеттен бөлінген қаражат болады, сол қаражатқа түсірілген кинолар, мен ойымша, олар міндетті түрде шетелге шығу керек. Үлкен үкіметтен, бюджеттен ақша алынады, ол міндетті түрде шетелге шығу керек. Өйткені олар халықтың ақшасына түсіріледі де, сосын халыққа қайдан билет сатады. Олардан спрос болу керек дейсіз ғой. Әрине. Олар өйткені бюджеттің ақшасына түсіріп жатыр ғой, халықтың ақшасына. Оны халықтың ақшасына түсіреді, сосын кинотеатрға қайтадан халыққа сатады оны. Халық өз ақшасына өзі қайтып сатып алады да. Сол сияқты жалпы үлкен мемлекеттік кинолар міндетті түрде, мен ойымша заң бойынша ма, білмеймін, міндетті түрде олар шетелде шығарылып ақша табу керек. Ол қайтып ақша келу керек, орнына келу керек бюджетке деген бір ойлар бар. Біз жеке компания ретінде шетелге шығу бізге қиындау. Біз мына жер Қазақстанның кинотеатрына шығуына зорға шығып жатырмыз. Енді шығып жатырмыз. Жеке кинолар дамып жатқанда 3-4 жыл болды. Бизнес показательдің келесі, франшиза бойынша келесі фильмін түсіруді қолға алып жатырсыздар ма? Енді бизнес показатель болмай біз халықтан сұраймыз. Қаңтар айдың аяғында, қаңтар айы аяқталған кезде, осы бизнес показатель кинотеатрларда тоқтаған кезде біз көрерменге рахметімізді айтып, сұрақ қоямыз, жалпы бизнес показательге ұнады ма, жалғасын түсіру керек па, жоқ па деп. 3 жыл болды сұрап келе жатқанымызға. Енді мен ойымша жалғасы болатын сияқты. Өйткені мен өзімде әлі бизнес по-казахски киносын ең үздік бөлімін әлі түсірмеген сияқты. Өзім әлі тоймай жүрмін. Болады ғой іштей. Ең күштісі шықпаған сияқты. Ал мұндай сұрағым бар, біздің отандық, енді шүкір, отандық осындай фильмдердің жетістікке жетіп жатқанына, бірақ барлығы комедия жанрын ғана түсіреді. Сіз өзіңіз баста КВНнен бастап кеткеннен кейін комедийный жанрда көбінесе жұмыс істеп жатырсыз, ал серьезный драма, сондай жанрларға бет бұратын. Бұл сұрақ соңғы бір
жарты жылда көп қойылып жатқан сұрақтардың бірі неге Қазақстанда комедия көп түсіріледі деп. Мен оған былай жауап беремін. Қазақстанда жылына, бір жылда 50-60 кино түсіріледі. Соның ішінде комедия 5-6 ғана комедия. 5-6 комедия. Кинотеатрға Қалған 45 кино басқа жанрда. Тарихи кинолар көп түсіріліп жатыр ғой. Бірақ халық аузына және де жалпы көрерменге дейін комедия ғана жетіп жатыр. Халық комедияны қолдап жатыр. Көреді, көңіл көтереді, жаңа өз бағасын береді. Басқа киноларда дәл солай халықтың батасын алып, халық үшін түсіру керек басқа жанрлар. Бізде мысалы көп кинолар түсіреді да, ой, бізде тек қана комедия көреді, басқа киноны бізде көрермен жақсы көрмейді деп айта салады кейбір режиссерлар. Олай көрерменді сөйтіп айта салу болмайды. Біздің көрермен деген талғам өте жоғары. Біздің көрермен Голливудтың киноларын, неше киноларымызды көреміз ғой. Сондықтан да қазақтың да мықты драмаларын көруге біз дайынбыз. Сондықтан да мен жаңа көп ағаларым айтамын да, жоғарыда жаңағы профессионал ағаларыма. Бізге осы сөзді тигізе бермей, мысалы бәрі журналистер сұрайды, неге комедия көп емес, жалпы драмалардың несін көбейту керек, жалпы. Үлесін. Олар енді көрерменге жол тартпай жатыр ма? Тасыда қалып қойып жатыр да осы комедиялардың, 5-6 комедияның. Енді оны мен оған баға бере алмаймын, өйткені үлкен индустрия ғой, жалпы. Мен өзім комедия, өзіңіз айтқандай КВНнен, жаңағы студенттік кезінен комедия жанрында жүргендіктен маған комедия түсірмесем мен не істеймін бас. Мысалға, өрт сөндірушіге сіз келіп айтпайсыз, сіз неғып өрт сөндіре бересіз? Неге сіз өрт сөндіріп бір барып, неге барып кітап жазбайсыз ба, жоқ, немесе май қызметкер деп айтпаймыз ғой біз өрт сөндіруші. Өйткені оның мамандығы сондай. Мен де мамандығым жалпы комедияға жақын, развлекательный. Теледидарда және сахнада, енді кинода. Көп жазады, Нұрлан, енді өз елімізде тұрып жатырмыз, кинотеатрларға қарасақ, кинотеатрдың ішіне бәрі жаңағы осы өзіміз қазағымыз киноға барып жатыр дейді. Неге жаңағы өзге тілде түсіріледі дейді. Енді оқырмандарымыз дұрыс айтып жатқан. Бұл жерде ешқандай бір национализм, жаңағы басқа бір нәрсе емес тақырып. Егер кинотеатрда аптасына 12 кино көрсетіледі, соның 11-і өзге тілде. Соның біреу қазақша болса, мен ойынша өзге тілді халық біздегі Алматыдағы, Қазақстанда ренжімейді деп ойлаймын. Сондықтан да осы оқырмандарды қолдап және өзімде сондай түсіргім келіп жүрген. Таза қазақ тілінде киноға бұрып жатырмыз. Таза қазақ тілінде ол басқаша болады. Оның иісі де, бір аурасы, атмосферасы басқаша болады. Сондықтан да оқырмандарыма айтайын дегенім, таза қазақ тілінде қазір кинолар көбейеді. Келесі фильміңіз комедиялық жанрда ғой? Иә, ол романтикалық комедия. Шамалы жанрда өзгерді, ол мелодрамаға жақын. Ол жерде әр 5 минут сайын күлетіндей не жоқ. Бұл енді мелодрама. Бірақ енді комедиясы да бар. Я должен тебе что-то сказать. Ты улетаешь в Америку? Когда? Завтра. Брай, Америкадан деп айта тұрамын. Сосын сен үшін қайтып келдім деймін да. Үйленеміз, балалы шағалы боламыз. Сол кезде шындықты айтам. Маған мысалға бизнес по казахски барлық киноларға қарағанда осы кино шамалы өзіме жақындау болып тұр. Білмеймін неліктен болады бір бөлек бір ерекше бір бағаладым. Кеше түнде біз барлық ұжыммен көрдік. Болады бір тех показ болды, соны көріп өзіме ұнады. Басты рөлде неге Әсел Сағатованы таңдадыңыз? Жалпы Әселді өзім бірінші рет шақырып отырмын. Өзім ғана емес, бізде енді коллективте өзіміз творчестволық топ бар. Бәріміз ойластырамыз, кімді шақырған дұрыс, осындай деп. Сол кезде кастинг болған кезде біз Әсел сол неде болды тізімде. Сосын Әселге звондаған кезде графигі да бос болып тұрды, ыңғайлы болып тұрды. Соны біз сценарийді айтып берген кезде ол кісіге ұнады. Түсем дегеннен кейін біз Әселмен кездесіп сценарийді талқыладық. Неге Нұрлан жастарды алмайсыздар дейді. Жастардың ойнайтын рөлдері бар ғой, басқа кинолар, каникул офлайн болады. Басқа киноларда да бір 2-ші, 3-ші, 4-ші рөлді жайлап жас актерлар келе жатыр. Актердің гонорарында экономия жасап жатырмын деп айтпайсыз? Ол да сұрақ бар. Нұрлан, сен неге өзің ойнай бересің, жаңағы актерларға ақшаны үнемдеп жатсың ба деп.
Жоқ, ондай ойым жоқ. Мен жалпы бұрыннан киноға түскім келіп жүрген. Бұрыннан КВН ойнап жүрген кезде ешкім шақырмайды. Сосын анаған барам, мынаған барам, кастингке барам, өтпеймін. Сосын мен уақыт келе енді ойладым, егер ешкім шақырмаса, онда өзім түсіремін деп. Кілең әдемі актрисалар шақырасыз, иә, киноға. Гүлназ Жоланова, Шол Әсел Сағатова, сонда әдемі актрисалардың арасында жұбайыңызға адалдық сақтап қалу қаншалықты оңай, жеңіл, қиын? Жалпы енді барлық қазақ қыздары әдемі, сұлу. Бұл жерде өнер болғаннан кейін сценарийға байланысты актриса таңдалады. Сондықтан да Әсел Сағаттың өзінің аурасы бар, басқа актрисалардың өзінің аурасы бар. Бұл жерде өнер болғаннан кейін бізде ешқандай не жоқ. Мен осы қызбен арманым бар, міндетті түрде бір площадкаға түсуім керек деген ондай емес. Бұл деген ойыншық емес қой, кино деген, жалпы өнер деген. Бұл жерде талқыланады, жалпы халықтың алдына шыққаннан кейін шамалы жауапкершілік бар. Ойланасың, қай актриса болу керек. Мен мысалға әрбір киноның алдында өзім ойланамын, ойнайын ба, ойнамайын ба. Жалпы осы кинода бана Инстаграмда оқырмандарының сөзінен кейін жалпы мен сынды оқимын және де қабылдаймын. Маған сұрақтар болды, осындай Нұрлан өзің ойнай бересің ба, жасың келді ғой. Кейде сол комментарийдан кейін ойлана бастадым мен. Менде жаңағы кетіп бара жатырмын ба деген сияқты. Жаңа өзіңіз айтқандай үйде жаңағы ақылдасамыз ғой енді. Қанша бәрін өзім шешемін десек те үйге барып ақылдасамыз ондай махаббат киноны ойнауға бола ма деген сияқты бір енді әзілдесіп. Оңай болған жоқ. Әрбір киноны мен ойнай саламын деген жоқ. Кәдімгі 3-4 ай. Иә, 3-4 ай уайымдап, өйткені махаббат киносында ойнау оңай емес үйленген адамға. Менде де өзім жаңағы туыстарым бар деген сияқты, әйелімнің жаңағы қайын жұрт бәрі енді солардың алдына шыққаннан кейін жауапкершілік көп. Бәрін ойлап, есептеп. Жауапкершілік көп демекші, сіз отбасыңыз туралы көп айтпайсыз, бірер сөз айтып жіберіңізші, жұбайыңыз, бала-шағаңыз туралы. Енді отбасы туралы енді кейде менде Инстаграмға салғым келеді, басқалар сияқты. Бала-шағамды, келіншегімді, үйде бәрін. Кейде шықпайды да қайтадан өшіріп қоя салам. Білмеймін, өзім келіншегім, әйгерім 7 жас кіші, 12 жыл болды. Үйленгенімізге 2 баламыз бар. Құдайға шүкір, қызымыз Нұрай, ұлым Нұрсейіп, мектепте. Тағы айтуға. Жалпы келіншегім әйгерім былай бағдарламаларға барғанды, немесе бір Инстаграмда өзін көп көрсеткенге былай қатты жақын емес. Менің Инстаграмда да көп шықпайды. Мен бет жүрмін, түсірмей қой дейді. Кеше бір жақында бір бағдарламаға шақырды, бір апта дайындалдық қой. Уайымдама дейді. Енді мен өзім ер адам болғаннан кейін өзім жаңағы жұмысқа көп уақыт бөлемін. Жұмыс істеймін, кішкентайымнан жұмыс істеймін. Өзім 5-ші класстан бері жұмыс істеп келедім. 5-ші класстан бері жаңағы үйдегілер көмектесіп, сүт сататын тұғымыз жаңағы базарда тұрып, 3 литр сүт сатып отырамын жаңағы кішкентай болып. Сосын енді үйдегілер көмектесетін тұғым кішкентайынан. Сондықтан да қазірде өзім жаңағы жұмыста осылай қаражат тауып, ақша табуға үйге өзім жаңағы жауап беремін. Айкүш пен әйгеріммен келісіп, Айкүш сен балаға қара, ең күшті ол біздің жаңағы жұмыс бәрі енді ол не ғой, ақша жаңағы қолдың кірі, енді осы заманда осы бір пиджак сатып алайыншы деп, бір нәрсеге бір жерге барайыншы деп жұмыс істей береміз ғой. Бірақ ең бастысы ол отбасы ғой, бала шағамыз. Сондықтан да біз балаларға көп көңіл бөлеміз. Жаңағы домбыраға жаздыртамыз, ағылшын тіліне жаздыртамыз, бассейнге. Келіншегімнің уақыты жоқ. 5-ке дейін. Ол да мен бірге тұрады, бірге. Иә, бірге жарысып үйден шығамыз. Сосын үйге қайтып келеміз кешкісін. Ол кісі де қатты шаршайды, өйткені баламен жүру. Балаларыңыз қарапайым мектепте оқи ма? Әлде Хелли Берри сияқты қымбат мектептерде оқи ма? Енді білмеймін, қымбат мектеп біз жарнама бола ма білмеймін. Тамыз деген мектеп ашылған екен. Математикалық. Иә, математикалық. Сол мектепке апардық, бізге бардық, ұнады. Жоқ, міндетті түрде қымбат болу керек. Біздің балалар мына жерде оқиды деген ондай мақсат қойған жоқпыз. Біз жалпы балабақша таңдаған кезде де солай болды. Өзім қызым Нұрай
шамалы өзіме ұқсайды. Мен өзім кішкентай кезімде ұялшақпын, былай телевидение КВН арқылы сахнаға шығып кеткенмін ғой. Атак өзім былай балалармен отырған кезде бір тілек айту үшін де біраз дайындаламын. Нұрай да өзім ұқсаған, ол ұялшақ. Біз балабақшаға барған кезде қызым егер де балабақшада апай дұрыс қалайсың деп бір шамалы дауысы өзгеше болса, бармайды ана балабақшаға. Соған қарайды аураға, папа маған ұнаған жоқ дейді. Сосын біз Нұрай бара салсайшы, үйге жақын ғой деп айтпаймыз. Жүреміз баламен 3-4 балабақша, қайсысы ұнайды сол жерге апарамыз. Сосын мектепте солай болды. 2-3 мектепке апардық. Мына мектеп ұнамай қалды. Ұнамағанда ол жоқ ұнамайды деп ондай мінезді қыз емес. Түсінем. Қызыма жақпаса, өйткені кішкентай кезінде менде де бір болатын тұғын бір. Бізде де кішкентай кезінде онда аса бір не болған жоқ қой. Қай жерге бар дейді, сол жерге кіргізіп жібереді. Кейде ойлайтын тұғын мынандай болса екен, мынандай болса екен деп. Сол қолымнан келгенше өзім балаларыма сондай бір ұнаған нәрсесін жасағым келеді. Және де ол білмейді ғой бала. Қымбат мектеп па ол. Ол қарап жүреді, мына жер маған ұнайды деді, сол жерде тоқтадық. Сондықтан да біз Хейли Бери деген Хейли Бериме қалай дұрыс олай таңдаған жоқпыз. Сіздің ата-анаңыздың да сұхбатынан мен байқағаным ондай в любви дейді ғой орысша, сондай әбден сізді махаббаттарына шомылдырып солай өскен сияқтысыз, иә? Жалпы мен ойлаймын да, балалық кездегі сондай тәрбие адамды үлкен кезде сәттілікке, жалпы сондай өзінің ішіндегісін жүзеге асыруға көмектесетін сияқты. Сабақты неше оқыды? Ойбай, ол алтын медальға бітірді. Алтын белге бітірді. 8-ші классқа шейін орыс мектеп оқып, 9-10 қазақ ортаға оқып, қазақ мектеп соның өзі медаль алды. Енді мен жалпы бала тәрбиелеуден ондай үлкен бір тәжірибем бар деп айта алмаймын, бірақ енді осы ата-анам қалай мені тәрбиеледі, содан бір өзімде бір қалып қояды ғой. Мен де солай өз балаларыма сондай көңіл бөлгім келеді. Шынымен де дұрыс айтасыз, солай сезілген шығар сұхбаттардан. Солай болды. Баланы шынымен де солай қатты жақсы көру керек, көңіл бөлу керек, баламен ойнау керек. Өйткені бала ең маңызды ғой бұл өмірде. Біз кейде ойланамыз ғой, бұл өмірге қандай немен келдік, жоспармен деп. Мен ойымша басты жоспар ол жалпы үлкен жоспар болады ғой, біз білмейтін әлі. Мен ойымша біз жақсы адамды тәрбиелей беру керек. Ол кісі тағы жақсы тәрбие. Сол сөйтіп бір 3-4, 5-6 поколениядан кейін не болатынын білмейміз, бірақ біздің міндетіміз өзіміз қандай болдық, баламыз бізден де шамалы күштілеу болу керек, жаңағы тәрбиесі жағынан, адамгершілік жағынан. Мені қазір есіме түседі, мен кейде ойлайтын тұғым, осы Совет одағы кезіндегі мектепті қатты сағынамын деп. Мен ойымша соның ең басты себебі неге Совет одағы кезінде мектепті сағынатыным, мен ата-анамның маған осы көңілі. Мені осы прикольный балдар дейді ғой, мен құлағым мынандай болып қалған, мұрнымда өзі қызық, сосын өзім сап-сары болғанмын. Кішкентай кезінде осы алаңда Совет одағының кезде бір почтаға шығатын бір нелер парадтар болады ғой, сол кезде мен кішкентай бала ретінде таңдап алғанмын бүкіл ауылдан. Сосын кукареку деп бүкіл почтаға алаңға айқайлауым керек. Сол кезде мен айқайлай алмай, мені ғана таңдап алған ғой, мамам, анам риза. Сол кісінің баласын таңдап алды, мамам риза, ол кісі енді өзі жас, 20 нешеде. Мен ендіге түсініп жатырмын да, мамамның сол кезде қуанышын. Баласын таңдап алды, қазір баласы төрде тұрады, айқайлайды бүкіл алаңға. Мен соны айқайлай алмадым. Ұялдым болады ғой, қызым сияқты, Нұрай сияқты, түсініксіз болды, ұнамай қалды деген сияқты, біреу маған біресе деп қалған шығар. Ол да айтқан жоқпын сен, ну скажи деп бір орыс апайлар болған. Молодец, скажи, мальчик, не скажу деп тұрып алдым. Сөйтіп мен орныма басқа баланы алды. Сөйтіп анамыз екеуміз үйге дейін жылап бардық. Ата-ана жалпы балаға деген көп көңіл бөлу керек. Біз енді түсінемін, енді көп ата-аналар сол бала шағаның қамын ойлап енді қазір жұмыс істеп жатыр ғой, бүкіл Қазақстандағы ата-ана. Енді ешкімге қалай баланы тәрбиелеп үйрете алмаймын енді. Бірақ енді жұмыстан кейін, жаңағы демалыс күндері шынымен де шаршасаңыздар да балаға енді көңіл бөлу керек. Мен кейде өзім көп жұмыс істеп, съемкамен 40-50 күн шетелде жүрген кезде бір шаршаған кезде өзім жаман бір ұрсам. Не керегі бар осы, не істеп жүрсің? Қиын жаңағы бір балам сағынып кетем, қызым сағынып кетем, ауыр өсіп жатыр.
кеше ғана 2 деді, бүгін барсам 5-те. байқамай қаласыз. Байқамай өсіп бара, сосын келіп жыным келеді да. Еркелігі өтіп бара жатыр. Ертең олар өсіп кетеді ғой бәрі. Үйленеді, күйеуге шығады, сосын әйеліміз екеуміз қаламыз үйде. Сондықтан да қазір кішкентай кезінде қасында болғым келеді деген ғой. Өзіңіз киноға барасыз ба? Қалай демаласыз? Мен жұмыста демаламын. Мен өзім коллектив, бізде өте коллектив өте күшті. Біз әңгімелесеміз, шай ішеміз, кейде бір балдардың ойнайтын бар FIFA деген PlayStation. Соны ойнап кетеміз 8 сағат. Серьезно кісілер, үлкен кісілер. Анан ойнап жатқан кезде допқа қарап, жаман басымыз, миымыз демалады. Тепсей деп. Сол демалған арқасында жақсы бір әзіл шығуы мүмкін содан кейін. Жалпы жақсы адаммен чай ішіп, жақсы коллективпен бір 5 минут, жарты сағат әңгімелескен өзі бір үлкен демалыс. Әрине киноға да барамыз. Өзіміз кино түсіргеннен кейін міндетті түрде киноға бару керек. Сосын енді тренажерный зал, спорт залы күнде барам деп айта алмаймын. Бірақ спортпен айналысқан дұрыс деп санаймын. Аптасына бір рет қиын болса да ішінде жүремін спорт залда бейті тартылып, күшті энергия аласың. Сосын интернет көп қараймын, жаңағы тарихи, жаңағы жалпы қай мемлекет қалай құрылды, қай мемлекеттің қандай қателіктері. Өзіме тарихшы политолог болғаннан кейін көп саясатқа, идеология мән беремін. Сол жаққа көп кетіп қаламын. Жалпы идеология, сол тақырыпта ойлансам күшті сезінемін. Бір болашақта бір осы еліме бір шамал болса да бір үлесін тисе екен дамуына деген бір сол неде жүрем формада. Ал әзіл кейде айтады бізге, Нұрлан, осы әзіл не пайдасы бар деп. Менің ойымша, неге мен әзіл жанрын таңдадым? Қазір заманда көп қиын сұрақтар бар. Өзіміз білеміз енді. Біз енді мықты текті халық болғаннан кейін шамалы өзімізді тік ұстаймыз, жылай бермейміз да. Бірақ енді проблемалар да бар. Сондай кезде мен жанымдағы 3-4 адам болсын, 100 адам болсын, 200 адамға бірақ күлкі сыйласам да, бір 10 секундқа бір көңілін көтерсем, мына жер өйтіп жымиғанның өзі маған бір үлкен жетістік. Мысалы, Республика сарайында бір КВН ойнаған кезде сахнадан әзіл айтамыз. Сол кезде 3000 адам бір уақытта, бір секундта бірге күлген кезде оны түсіндіру қиын. Нені рахат, ләззат аласың. Гуф деп бірге 3000 адам күлген кезде күшті да, халыққа бір жоқ нәрсе сыйлайсың. Оны ұстай алмайсың, ол айфон емес, сыйлық емес, бір Эмоция. Эмоция. Кто против нас играет? СОК, машина юмора из Самары. Машина из Самары! Сондықтан да осы эмоция беру саласында жұмыс істеп жатқаныма, қолымнан келгенше бір жұмыс істеп жатқаныма ризамын. Сізді осы КВН-да енді высший лигасына шықтыңыз, СНГ-да да таниды деп ойлаймын. Сізді барлық орта бай өліп қарайды ғой. КВН-да сол кезде біздің халық арасында бұндай мнение бар да, сценарийді басқа адамдар жазады, сіздер тек актер сияқты ойнап бересіздер. Ол солай ма? Өзіме қызық сұрақ. Әлде оны өздеріңіз жазасыздар? Жоқ, мынандай болады ғой. Мысалға, көптеген өзіңіз жақсы көретін әншілерге де басқа адамдар, композиторлар ән жазып береді. Ондай да болады. Мысалға, КВНштерге барлығын әзілді ешкім жазып бермейді. Ол мүмкін емес. Мысалы, Қазақстанда біз КВН ойнап жүрген кезде бүкіл әзілді өзіміз жаза береміз. Тарс. Москваға барған кезде елдің атына шыққаннан кейін, бірінші арнаға шыққаннан кейін басқа ұлттармен бұл тек қана жай әзіл ойын емес қой, бұл жерде жарыс қой. Кім интеллект жағынан қай халықтың жастары, қай елдің жастары мықты деген сияқты бұл жарыс. Сондықтан да біз елдің атына шыққаннан кейін ол жерде тек қана Тұрсынбектің әзілі, тек Нұрланның әзілі, тек Нұрдәулеттің, Құмардың әзілі болмау үшін біз Москвадан мықты редакторларды шақырамыз, жалдаймыз деуге болады. Бізге көмектесіңдер. Біз Москвада күнде жүрмейміз, оны москвалықтарды ұту үшін Москвада не болып жатқанын білу керек. Білу үшін ол жерде тұру керек. Специфичный нелер. Ол жерде менталитетін білу керек, Москвада тұру керек ол үшін. Жақсы деңгей әзіл көрсету үшін, ойын көрсету үшін біз әрине редакторларды жалдаймыз. Бізге көмектесіңдер.
біз елдің атынан шығып жатырмыз деп. Ол әрине бар, біз оны бұл құпия емес. Бұл барлық жақсы деңгей көрсету үшін барлық жерде қаржат керек, барлық жерде шамал болса да тағы бір ой керек басқа адамдардың. Бірақ жалпы қазақтар Спарта бар, сосын алдында Казгиан командасы болды, сосын Астана КЗ, Казахи, біз где-то 12 жылдай высший лигада ойнадық. Соның енді бір екінші орнына жеттік. Сондықтан да ондай дәрежеге жету үшін әрине үлкен не керек? Еңбек және де олармен редакторлармен араласу керек, не айту керек сахнада. Араласып тұрасыз ба қазір сол КВН-да ойнаған бірге жігіттермен? Әрине, бірақ енді көбінде сәлем дейтіндей ондай, реті келгенде, мысалы Мәскеуге барған кезде мен бір риза болатын КВНщиктерге. Енді бізде қазір соңғы кезде мода болып кетті, КВНщиктерді сынайтын болып жаңағы. КВНщиктер жаңағы. Мен өзім көп сын естимін. Телевидениеда, Нұрлан, сендер журналист емессіңдер, КВНщиктер, киноға келеміз, сендер киношник емессіңдер, сендер КВНщиктер де. Сонда мен ойлаймын да, не істейміз енді КВН алып жасқа. Немен айналысып еш жерге жолатпайды да. Сосын мен бүйтіп ойланам, КВН деген ол да білім ғой, ол да бір 4 жылдық өнер академиясынан немесе 4 жылдық журфактан кем емес, 15-20 жылдық сахнада халықтың алдында өнер көрсету. Тұрсынбектің өзі біреуі қазір қандай концерттер беріп жатыр, орыс тілінде, қазақ тілінде, қаншама жастар тәрбиелеп жатыр. Алдында 40 жасқа толғанда да бір есте қалғаны бар осы қазан айында. Менің 3-ші қызым Аяру, енді папасының қызы, жалпы өзім қызым, енді өзім қызым, бәрі бүкіл бала өзім балам ғой, енді Аллаға шүкір. Бірінші біз қазақта атасының баласы, екінші әжесінің баласы деп жатыр. 3-ші қызым менің папасының баласы. Арамыз бір күн. Сол қызым менің бір ай қалғаннан бастады ғой. Бір айдан кейін мен туған күнім. Қазір балдар сондай ғой. 29 күннен кейін туған күнім күнде санады. Обратный отчет кетті, бір олимпиада болайын жатқандай. Өзім Тұрсынбектің әзілін өте қатты бағалаймын. Мен өзім юморда енді күшті түсінемін деп айтпасам да, бірақ көп нәрсеге жетіп қалдым енді. Бір жерде бір формулаларға бір баға бере алатын сияқтымын. Сол Тұрсынбек менің ойымша Қазақстанда ең күшті юморда былай бір сөйлемге қазақи қалжында, иә? Иә, қазақи қалжында бір сөйлемге дұрыс құрап халыққа жеткізетін азаматтардың бірі. Және қаншама Тұрсынбектің концертін көрсеңіздер, ютубтан, теледидардан үлкен кісілер көп барады. Күшті емес, біздің үлкен кісілердің баратын жері жоқ қазір. Кинотеатрлар кеше бизнес по-казахски деген инстаграмнан көрсем, мамаларын апарыпты, папаларын апарыпты. Жаман қуандым. Сіздің репутацияңыз енді былай более-менее андай артыңыздан сөз естіген жоқпыз. Ол не нәрсеге байланысты? Ылғи да почему-то позитив, тек қана позитивный ключта. Жоқ, кемшіліксіз адам болмайды. Жоқ, сіздің андай репутацияңыз бір былғанып, енді халыққа бір не ететіндей. Мысалы, жеке өміріне қатысты бір нелер шығарып жатады, в общем, бір аттар нетіп жатады да, сүйкімсіз болып жатады да. Хайповать етіп жатады. Иә. Білмеймін енді, мен өзім кішкентай отбасымда айтып жатырмын. Келіншегім шыққысы келмейді инстаграмға да, мен жанымда суретке түсуге де. Қатты қызықпайды. Мен ата-анам да көп сұхбат бере бермейді. Мен өзім қанша жұмыс істеп жатырмын, өзім ата-анама ата-анам Қызылордадан осы көшіп келді, қасымызда тұрып жатыр. Әлі жұмыс істейді. Мен айтамын ғой, жұмыс істемей қойсаңыздар, үлкен кісі болдыңыздар, мен өзім ұялам. Үйде ата-анам айтады, Нұрлан, үйде не істейміз дейді. Бар жұмыс істеп, қызық қой дейді, бір нәрсемен айналысқан дейді. Сондықтан да біз енді ата-анамыз өзі гүлмен айналысады, кішігірім өздерінің дүкендері бар. Айтайын дегенім, қатты бір шулайтындай не жоқ. Енді аға жасына келіп қалыңыз, жалпы өмірден түйген сабақтарыңызды мен ойлаймын. Жалпы өмір кез келген жаңағыдай удача, неудача барлығы бізге сабақ қой. Өмірден түйген сабақтарыңыз. Енді дәл қазір бір қорытындылап, бір тұжырымдайтындай бір жасқа келдім деп айта алмаймын әлі. Әлде бір кішкентай болса да кемшіліктер жасайсың, кейде бір болады ғой, бір сабыр сақтап, кейде машина жолда келетін ғой, бір кешірім сұраймын, кейде мені көшеде кездесіп қалған, жолда кездесіп қалған, кейде бейпілдеп жүресің. Кейбіреу мысалға бұрылмайтын жерлер болады, мысалы бұрылыста тоқтап тұрады машина. Ол жерде тоқтау болмайды, өйткені ол аварийный бұрылыста тоқтау. Сол жерде тоқтап адамды шығарып жатады, таксовать етіп жатқан кісілер. Бір жағынан ол кісілер де отбасын асырап жатыр, кішігірім ақшта болып жатыр. Кейде сол кісілерге де бейпілдеп қоясың, абайласаңдар, мына жерде қазір авария болуы мүмкін ғой.
деп бір ұрысып қалған кезде сосын жұмысқа келемін де уайымдаймын. Неге өйттім мен? Жалпы сабыр болу керек қой деп. Сондықтан да мен қазір ойбай мен осындай бір жасқа келдім, көп нәрсем дұрыс, бір қорытындылайтындай бір жасқа келмеген сияқтымын. Әрине көптеген тәжірибе жинадым. Мен өзім мықты жаңағы бизнесмен, сондай ақша жасай алатын адам емеспін деп әлі күнде санаймын. Үнемі болады жұмысқа келіп жатқан кезде қыздардан да ақша сұрай саламын кейде. Жаңағыдай ғой. Не паркинг жоқ қой деп үйден ақша шығып кетемін кейде. Кәсібіме деген білмеймін, ойым бәрі неде жүрді өнерде. Сосын кейде бүйтіп айтады, Нұрлан бүйтіп жасай салмадым мына жерде, көп ақшадан айырылдым ғой дейді. Мейлі. Бұйырғаны олар деп әлі сөйтіп жүрмін да. Сондықтан да жалпы осы жұмыс саласында бизнес дейді ғой, енді сол жерде кейде жиналғым келеді, қаттылау болғым келеді. Бірақ адам өзі қандай солай бола беретін сияқты. Егер де өзіңді қинап, образға тығып коробкаға, жоқ Нұрлан сені бар, ана қағаздар тексеріп, қатал болып бірнәрсе десе, мен ойымша Нұрлан басқа адам болып кетеді. Кино сіз үшін қазір 4-5 фильм түсіріп тастадыңыз, иә? Кәдімгідей бизнес көзіне айналды дегенмен қазір сіз үшін өнер ме, әлі де бизнес па бірінші кезекте? Өнер. Басқа кісілерде ол бизнес. Басқа кісілер бар ғой, профессионалды кісілер, күшті формулалар біледі. Олардікі енді бизнес. Біздікі кішкентай қаражатпен кино түсіріп, оның көрерменнің батасын алу, яғни кішкентай ақшаң бар. Яғни сенің нең аз мүмкіншілігін жақсы кино түсіру. Яғни осы жерге барын саласың ғой. Барын салған кезде ол өнер. Сен үйге бармайсың, түнде жазасың, ана жерге Кореяға барасың, Кореяда кәрше білмейсің, ана продюсерлермен танысасың, Северный Кореяны түсіру керек, бәрі өнер. Ол бизнес емес. Бизнес соны халық біледі ғой, не екен бізде бизнес. Бұл жерде өнер. Жалпы Мстительдерге, Марвелдерге жету, ол мысалы коллективтің өнері болмаса, ол қиын. Сол сияқты мен де қазір айтқым келеді жастарға. Қиын болады. Бізге де оңай болған жоқ. Мен КВН ойнап жүрген кезімде, мен 37 жасыммен КВН ойнағам. Мен енді көремін ғой достарым көздерін Нұрлан бас істемейтін сияқты деп қарайтын тұғын. Жұрттар, мен достарым бизнес ашып жатыр, достарым бір жер алып, бір нәрселер істеп жатыр. Мен әлі КВН ойнап жүрмін. Добрый вечер деп жүрмін. Еще поездбен барамыз же Москваға. Қалтада артта дым, тиын жоқ. Неге сеніп жүрмін? Бірақ маған қатты ұнады КВН. Қатты ұнағанды маған, Москваға дейін жеттік. Ойын қатты ұнады жаңағы. Сол ұнатып ойнаған ойын маған білім берді деп ойлаймын. Мысалға КВНшіктерді көбісі сынаса да, КВНшіктер қай салаға барса да өзін жоғалтпайды. Мен мысалы қарап жүрмін ғой, телевидениеде жүр, жаңағы сценарий жазады, вайн түсіреді, бірнәрсе, жаңағы кино саласында да көп КВНшіктер Нұртас Адамбаев, Асқар Бейсенбин, Асқар Ұзабаев, жаңағы өзіміз бар. Бүкіл жаңағы осы развлекательный кино түсіріп жатқан бүкіл сценаристер КВНшіктер, жаңағы Алишер Утев дейді, жаңағы Бас Продакшн, Орал Газин. Жалпы КВНшіктердің осы Қазақстанда енді қазір қатты мақтанып кеттім, кешіріңдер, жалпы өзім жаңағы КВНшіктер әріптестерін бір қолдап жіберейін деп өйткені көп жаңағы профессионалды ағаларымыз сынап жатыр, сондықтан да мені жаңағы КВНшіктердің шамалы енді үлкені, ең үлкен болмасам да сол жақтамыз енді. Сондықтан мен өз бауырларымды, әріптестерімді, КВНшіктерді осы сіздер арқылы бір айтқым келіп отыр. Жақсы жігіттер ол. Жалпы КВНшіктердің заманға зиян келтірген көрген жоқпын қатты. Сіз Инстаграм арқылы шығасыз ба? Жоқ та, мен кейде қызығам, мен де тапқым келеді деймін да. Миллионнан астам подписчик бар ғой сізде? 1,2 миллион подписчигім бар, подписчиктерім күшті. Мен өзім Инстаграмдағы подписчиктеріме ризамын. Көп енді Инстаграм қарасаң, негатив көп жазылады ғой. Мен өзім оқырмандарыма рахмет сіздерге. Мен бір позитивті, мысалы сын жазса да, Нұрлан киноң нашар болды, киноң мына жерде мағынасыз болып қалды деген сындар болады, бірақ әдебиетті, мәдениетті маған жететіндей жазады.
сол кісіні қараймын да риза боламын. Қарасам үлкен кісі екен, бір жерде мұғалім екен. Риза боламын сондай оқырманым барына. Кейде сондай оқырманыма жай жарнама бергенде де ыңғайсызданамын. Бірақ енді оқырмандар да түсінеді ғой, бізге де енді соңғы кезде ғой кинолар осы халықтың қолдауы арқасында шамалы қаражат түсіп жатыр. Оның алдында дым жоқ қой. Түнгі студияда істедік, КВН ойнадық, бәр жерде актер бір кішкенте бір нәрсе түсіп жатады. Жарнама арқылы ақша тапқым келеді, ол құпия емес. Сондықтан да жарнама беретін болсаңыздар, маған да келіңіздер десең. Рахмет сізге, Нұрлан мырза. Сізге Жалпы қазақ фильмін осындай комедия болсын, басқа жанр болсын, әйтеуір бір кино ғой. Мстителімен бірге тайталасып, кәдімгідей рекорд қойып жатқанда біз өте шынымен таңғалдық. Мен бір апта шок болдым, шын айтсам. Мен өзіме шок болып жүрмін. Мен ойымша Голливудта, Марвелда шок болып жатыр. Ой, мүмкін емес.